күшейтіп міндеттеп осы мәселені. Бұл енді осы ұлттық тәрбиенің өте бір өзекті мәселеге айналып тұрған кез. Өйткені біздің болашағымыз кімнің қолында болады, кім тәрбиелейміз, кімді өсіреміз, қазақтан ұлтын кімнің қолына береміз, болашақ біздің осы жастарымыз кім болып өседі. Егер де бұрын мен кеңес одағы дедік, басқа дедік, бүгін мынау жойқын жаһандану дейтін процесс келе жатыр. Бұдан ешкім сыртта қалмайды. Осында қазақ болып қала ма, қазақ рухы сақтала ма, мәдениеті, менталитеті, салт дәстүрі сақтала ма? Міне әңгіменің бір осында осыны сақтай алсақ, ұлт болып қаламыз. Сақтай алмасақ, онда екі талай. Әлгі батыстың саясаткерлер айтатын көрінеді. Бір ұлтты жою үшін сол ұлттың жастарын азғыру керек. Чтобы уничтожить какую-то нацию, надо разложить ей молодежь. Өйткені егер де сол жастарды жолдан тайдырып азғырып шығарса, ол ұлттың өзінен жойылады. Біздің қазір қамжып жүргеніміз, тәрбиелеп жүргеніміз осы болашақ біздің жастарымызды тәрбиелеп, қазақ етіп қалдырып, қазақтың рухани байлығын, тарихи құндылықтарын бойына сіңіріп, сөйтіп тәрбиелеп өсіру. Жаңағы дұрыс айтылып отыр. Мен осы мәселеде мақтанбаса ешкім бір идеясын қолдаймын. Тәрбие жұмысының өзі қай мәселені, қай әңгімені, қай жаста айту керек. Жақсы айтып кетті, құрсақ тәрбиесі бір бөлек тәрбие, бір жасқа дейінгі тәрбие бір бөлек тәрбие, бірден үшке дейінгі бір бөлек тәрбие. Әр жаста баланың психологиясы, физиологиясы, мүмкіндігі, ақыл есі, ойы, парасаты әртүрлі, деңгейі әртүрлі болады. Сондықтан қай жаста қандай тәрбие беру керек деген нәрсе өте құнды мәселе. Осы бірінші шешетін мәселе. Енді мына ғалымдарымыз да, мамандарымыз да өздерін айтып жатыр ғой, өз пікірлерін айтып жатыр. Оның бәрі дұрыс. Енді осыны ортақтасып келіп бір шешім келетін болса, мысалы айтайық. Балабақшаның бірінші сатысында мынандай әңгімелер болу керек, мынаған үйрету керек. Екінші сатысында мынаған үйрету керек, үшінші сатысында мынаған үйрету керек. Оған мынандай оқулықтары керек, оқу құралдары керек, ойыншықтары керек, басқалары керек. Ал осыны іске асыру үшін мынандай кадр керек, осындай мамандар дайындауымыз керек. Мына Абай атындағы университетінде, Қыздар университетінде, басқа институттарда 5 облыста педагогикалық институттар бар. Соларда маман дайындауымыз керек. Осы мәселені көтеріп, осыған мән беруіміз керек. Жаңа осы әр жастың әр уақытта әр деңгейде ескерген кезде, ол менің өз ойым, мен білмеймін, олар маман емес болған, оның жөнінде педагог емеспін, сондықтан менің өз ойым пікірім. Мектепке дейінгі тәрбиемен бастауыш класс қосып жатыр. Стандартта ортақ, мәселелер ортақ, қарауда ортақ, мүмкін бөлек шығар. Мектепке дейінгі бөлек бар. Онда дұрыс екен. Онда дұрыс екен. Әрине бөлек болды. Балабақшадағы басқа, мектептегі басқа болады. Мектептегі бірінші класстан бастап 12-ге дейінгі сабақтастық болу керек, премиссіз болу керек, қандай сабақ тоқтап, төлем қандай сағатынан басқасы қанша, оны алып бару керек. Ал сол мектепке дейінгі дайындық қалай болу керек? Жеке құралдар мәселе, шындық мәселе. Ал енді менің сіздерге айтқан пікірім, ұсыныстарымызды дайындап, бізге маған ба, Мемлекетке Рожаш комиссияға кафедра білесіздер, кімге, маған шешіп кім жағын болады, қандай ұсыныстар болады, соны бізге жеткізсеңіздер. Біз солардың бәрін қорытып, жинап, шешімге келіп, өйткені оқулық дайындау, басқа дайындау, балабақшаның қызметкерлері дұрыс жоғары керек, араластыру керек. Бірақ оларға да ғалымдар
ғалымдардың ой пікірі керек. Осы балалардың психологиясын білетін, балалардың жағдайын білетін, нәрестелердің несін білетін, ерекшелігін білетін адамдар керек оғанда. Содан кейін әрине қазір өздеріңіз байқап отырсыздар. Қара күн келе жатыр. Енді бір жағынан балабақша ашу керек, соғу керек, Алматыда пәлен соғылды да, пәлен балабақша ашамыз, ол өте керемет жақсы нәрсе. Кезінде барын жойып алдық та, енді бәрін қайталап жатырмыз ғой, қалпына келтіріп жатырмыз. Осындай кезде мүмкін биліктегілердің, әкімдердің, акиматтардың сол балабақшадағы ұлттық тәрбиеге толық бөліміне мүмкіндігі жетпей де қалуы мүмкін. Өйткені олардың басындағы нәрсе балабақша соғу, соны іске қосу, бұрынғы кетіп қалған балабақшаны қайтарып алу, балабақшадағы орынды көбейту, олардың мәселесі сол. Біздің мақсатымыз сол әкімдерге, ана министрлікке осы ұлттық тәрбие жөнінде ұсыныс беру. Жалпы ұлттық тәрбиені осы жастан баланы жастан осыдан бастамаса кейінге шығып қаламыз. Ана шетелдің тәжірибесін айтып жатыр ғой, мысалы Жапонда 5-ші класқа шейін шет тілін оқымайтын көрінеді. Араласпасын, таза өзіміздің ұлтымызды, тілімізді білсін, салт дәстүрімізді меңгерсін, өзі жапон екенін түсінсін, сезінсін деген сияқты басқадан бастырмайтын көрінеді. Сондықтан мына балабақшаның мәселесі ұлттық тәрбие өте маңызды, шешуші кезең деп айтуға болады. Осыған байланысты менің сіздердің сұрайтындарым, стандартқа қандай өзгеріс кіргізейік? Жаңадан жасаймыз ба? Ескіріп қалды ма стандарттар? Сол жөнінде ұсыныстарыңызды берсеңіздер. Одан кейін қандай оқу құралдары қырсықпен әкелік деп жатыр, өте керек. Сол жөнінде ұсыныстарыңызды берсеңіздер. Сосын лицензияға қандай талап қою керек? Ол тек қана пәлен площади бар, қамы бар, осындай бар деген ашыға, соған бағдарламасы қандай, тәрбиешісі қандай сөзбен еститін нәрсе болу. Сол жөнінде ұсыныстарды берсеңіздер. Осы ұсыныстардың бәрін біз жинап, қорытып, керегін акиматтарға, керегін министрлікке, тіпті керек болса үкіметке шейін шығатын неміз бар. Өйткені біздің мақсатымыз, соңғы дейміз, осы ұлттық тәрбие мәселесін, осы бүгін біздің университетте қаралып жатса, шешіліп жатса, осыны барлық республикаға шығару. Осы тәжірибені басқа университеттерге де беру. Оларға ұлттық тәрбие пәнін енгізу, ұлттық тәрбие кафедрасын ашқызу, ұлттық тәрбиені жайу, кең тарапын жайу. Келесі мысалы біздің сабағымызға бастауыш мектептер болады, сол болады. Одан кейін орта мектеп болады, одан кейін жоғары мектеп болады. Сол кезең-кезеңмен сатысымен келе береміз осындағы. Одан кейін ғылыми негіздерін аламыз, философиялық негіздері бар, ғылыми негіздері бар, оған да келеміз, онда қараймыз ұлттық тәрбиенің жан-жақты қарап, жан-жақты осының бәрін зерттеп, зерделеп бір неге келгеніміз дұрыс шығар. Бүгін мынау